Саламатсыздар ма? Бүгін дайындайтын салатымыз бұл финчуза салаты. Финчуза салатын үшін керекті заттарды мен видеоның астына жазып қалдырамын. Мен каналыма лайк, подписка басып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп. Осындай финчузаны мен біреу үлкен алдым. Қайнаған суға 15 минутке салып қоямыз. Аузын жабып, осындай етті ұзынша қылып тұрлап аламыз. Шұқыр ыдысқа саламыз. Осылай қылып тұрлап алыңыздар. Шандыр ет болмайды. Жас малның еті өте жақсы піседі. Осындай тұрлап алғаннан кейін оны пісіреміз ғой. Алдын ала пиязды турап алайлық. Пиязды аршып, осындай турап аламыз. Бұны бір шұқыр ыдысқа саламыз. Табаға майымызды салдық, етімізді салдық да араластырып, осылай құрып алғаннан кейін азғантай су салып, аузын жап қоямыз. Көп су салып жібермеңіздер. Соя салдым. Осындай приправа, тұз, чеснок болса, чеснокта өте жақсы салу керек. Мен каналыма тіркеліп, лайк, подписка басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай араластырып алғаннан кейін аузын жауып қоямыз. Астын кішкентай қылып жағып қоясыз. Кейін қиярымызды үшке бөліп, осылай онда турап алдым. Ұзынша қылып, әдемі қылып турап аласыздар. Мен қиярым огород. Бізде огород бар, Аллаға шүкір. Огородта пісіп жатыр. Мына помидорды турап аламыз әдемі қылып. Кейін осылай финчузаны суық суға салып, сүзіп аламыз да, шұқыр ыдысқа саламыз. Бағана табамызға сәбізді салып қуырамыз. Приправа, тұз барлығын салып, осылай араластырамыз. Қияр мен қызғанағымызды да салдым. Осылай араластырып, жақсылап араластырғаннан кейін дәмі өте жақсы болады. Қызыл болгар бұрыш болса, 2 дана қоссаңыздар болады. Менде жоқ еді, қоспадым. Мынанда дәмі өте жақсы шығады. Укроп, әртүрлі көк пияз да қоссаңыздар болады. Мен каналыма тіркеліп, лайк, подписка басып кетіңіздер. Каналым ары қарай дамып кетуге көмектеріңізді тигізіп, менде осы 5 тарелка шықты. Ас болсын, сау болыңыздар, сіздер де жасап көріңіздер. Рахмет видеоның соңына дейін көргендеріңізге.